Всем привет! Biz бүгін мектеп влог түсіретін боламыз. Достар, ең бірінші сумкамды және киініп, шашымызды сүйтіп, помада жағатын боламыз. Ең бірінші сумкамызды тігілдеп алайық. Кеттік! Менімен бірге мектепке дайындалып кеттік. Ең бірінші сумкамызды не істейтін боламыз? Күнделігімізді ашамыз. Расписание қараймыз. Мынау қар қанша бір бәле деп тұр. Бізге наурыз и сәуір керек. Так. Ая. Сәуір міне. Мен өзім достар толтырып жүрмін. Арасында мама да толтырады. Ең бірінші бізде осы сабақты толтыратын боламын. Қазақ тілі, математика, орыс тілі, дышы, тәрбие сағатым. Енді маған, мына қараңдар, мен біреудің музыкасын алып кеткем, Исош музыкасы алам. И мына қараңдар, қазақ тілі бар менде, математика, орыс тілі бар, и дышыны ғана салып. Тәрбие сағаты бізден тыжып болып отыр. Ең бірінші дышымызға киімдер алатын боламыз. Кетті. Мечіне күнделік сап қоямыз. Да, өзімізге ең бірінші дұшының футболкасын киіп алатын боламыз. И сосын барып біз деген шалбарын сумкамызға ашейін саламыз. Енді мұнаның ішіне салатын боламыз деп. Вот осылай сақпайды. Енді бізге футболка киіп, сосын рубашка киеміз, юбка и мектепке киетін киімдерім. Менің осындай колготским және осындай юбка и мынандай осындай рубашкам. Мынау менің жилеткам. Осы екеуін кием, және осындай бантик, шашымды істейтін боламыз. Я. Қараймын. Қазір және бірай түскеміз. Маған қараңдаршы, кішкентай ғой. Түймелерді өзінің тесіктері кішкентай. Бұл уже маған кішкентай. Бұл мен примерно нулевойды алдым. Екінші класста алдым. Ай, а? Екінші класста алдым. Я екінші класста. Колготский. Ең бірінші киіп аламыз. Азияның любимый юбкасы. Өзім осыма жақсы көрем. Анау бір басқа жиналып тұратын юбкаларым вообще киім келмейді. Любимый юбкам ғой. Уже примерно бір жылдай ма сондай болып қалды. Артын дұрыстап аламыз. Все. Дайын. Енді бізге киеміз жилетка. Жилет киеміз. Нашым енді волосы. Шашымызды істедік. Енді осындай бантик киеміз. Істедім. Енді біз мектепке барамыз. Let's go! Тоқта! Мен қазір аяқ киім алып келіп, кетін боламыз. Қазір помада жағам. Бұл кішкене сухой болып кеткен. Вот тақтым. Осылай жылтыр болып тұр. Енді
очки тағамыз. Әлде тақпай қояйын ба? Тақпай қоям. Бұл очкиді мен жазда өзіме басқа очки сатып алам. Бұл очки уже маған симайды да. Жазда келесі тоже осындай видео, тура осындай видео күтетін боласыздар. Жазда мен новия очкиімді киіп, сабаққа баратын боламын. Жазда сабақ жоқ. Майдың аяғында. Я, сол жерде болады. Сол кездерде жаңа очки киіп, не істейтін болам. Достар, сабаққа шықтық. Біз осындай тачки кидік. Кроссовка кидік. Бізде не болады? Тышы болатын болғандықтан. Мектеп негізі жақын. Я, бізге жақын. Біздің осындай мини-влог, Айзияның мини-влог видеосы ұнаса, лайк басып, комментарийға жазып кетіңіздер. Бір күндік влог может түсіреміз, тағы басқа идеялар болатса түсіреміз. Мүмкін 2 күндік влог. Я, сондай түсіретін боламыз. Ал ендеше бірінші магазинге барамыз, сосын мектепке барамыз. Магазинге барады екенбіз. Я, қазір магазинге барамыз. Бізде адамдар... Біздің осы мектепке баратын, біздің мектепке баратын жолма қатты ұнайтшы. Бір видеоға әдемі жер ғой негізі. Таразда бізде қарап тұрғаныңыздай, көріп тұрғандарыңыздай күн ыстық. Я, бүгін күн ыстық. Достар, және мен биге барғанда мен тоже соткамнан түсіремін. И соны тоже мен ютубынан көретін боласыздар. Новыйдан биге беріп жатырмын, әлі барған жоқ. Я, бірі барам. И жаңа достармен таныссам, тоже сонымен суретке түсіп, осы видеома, блогқа түсіретін болам. Бұл блогқа емес, келесі басқаша блог. Келесі блогқа. Би блогы. Я. Мен бұрында осы ауылға жаңадан биге барғанда басқа достарым да болған. Ол кездерде мен тез дос болып кеттім. Бір күннің ішінде 19 қызбен дос болып кеткем. И арасында біздің сыныптың қыздары да болды. Шұғыла, Аягөз дегенді. Олар қазір жоқ олар. Олар 2А классына кетіп қалған. Достар, мен осындай қара мороженыйдың осын ашайын деп жатырмын. Азия блогты аяқтайық, сен сабаққа кетесің, мен үйге кетемін. Пока, достар, лайк, комментарий жаз. Пока-пока. Біздің келесі влогымыз көріңіздер.